Шығарылышыбызын дәвам итәбез. Туп кебек түгәрәк, шәнішкілі інелер. Кірпілер бірінші қарашқа күзіне иркәли. Тик табиплар дашы бақша участокларында, урманнарда ұшыраған қырғый кірпілерге қоғылмасқа кеңеш итә. Кірпілер ширлі болып түрлі йығышлы қорқыныш вирустар атырға мүмкін. Урманнарда яки дачада бірінші қарашқа зарарсыз тойылған кірпіні әркім яратып қарай. Тик ойыншыққа ақшаған жәлінік шир шығанаға бұрған кен. Бұл тұрыда көплер білмей. Кірпі қытыру ауыру кебек қорқыныш шир шығанаға бұрған кен. Шулай кірпілерінің энцефалит вирусын ерту ұшырақларда белгілі. Жәлініктің інәлері кіші сәлеметлігіне қорқынышты вирус білән декішанған болуы да ихтимал. Шуңа күрә, кыргый жәнлек белән очрашканда иң яхшысы яннан узу. Ялгыш кына кирпенең энәсе тәнгә кадалса, хәлне күзәтеп торырга кирәк. Вирус булганда тән температурасы күтәрелә, күңел булганда баш авырта, тиридә кызыл таплар барлыкка килә. Булар куркыныч сигналлар. Табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кірпіні үйге алып қойтырға ярамый. Кірпілеріні сатып, оқшы шөшілер де бар. Он вообще откуда? Он какой? Он лесной ежик. Мы вот его, наверное, месяца 2 назад нашли. Кірпі сатып алырға теләүчеләргә питомникларга мөрәҗәгать итү яхшырак. Казанда кірпілеріні үрчетмиләр диярлек. Мәскәү һәм Петербург питомникларына заказ бирергә була. Хайваннар декоратив, димәк, сәламәтлеккә куркынычсыз. Европа урманнарында очрый торган кірпілерні үй шартларында осрарга ярамый. Шуның өчен алар кыргый кірпе булып санала да. Әгәр үйгә кірпе сатып алу мөмкинлеге юк икән, Казанда аларны махсус урында күреп була. Биредә 8 кечкенә декоратив махсус үстерелгән кірпе бар. Алар сәламәтлеккә куркынычлы түгел. Алар барысы да сертификатлаштырылган. Һәр 3 ай сайын тикшерү узалар. Барлык анализларда алына. Һәрберсенең үз паспорты бар. Биредә кірпеләр турында тәүлек буена кайгыртып торалар. Бу кірпеләр айрым игътибар үзәгендә тотыла. Килүчеләр дә аларны яратып карыйлар. Мондый караш кірпеләрнең үзләренә дә ошый хәтта. Мондый сөйкемле хайваннар белән аралашу кешеләргә дә кирәк. Алар белән аралашканда иң мөһиме саклык кагыйдәләрен төгәл үтәү. Фәнис Мөхәммәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.